Ассалаумағалейкум ағайын, біздің кезекті вождениеміз. Қазір рулімізді қолға қойдық. Енді рычагты саусақпен ғана созайық, саусақ. Рульді алмай, дұрыс. Біз деген қазір сол жақ поворот жағу үшін, қазір стрелканы қарашы қай жаққа. Оң жақ төмен қосамыз, айнаға қараймыз, айнаға қараймыз да. Ешкім жоқ қой, енді ақырын тормозды көтереміз. Енді бұрын жүріп көрдік қой, енді жүріп көрдік. Сонда тормоз жібересілер, қыз жүреді ғой. Ағайын, поворотта өшіреміз. 3 секундтан сразу. Ана ертең емтихан тапсырамыз ғой. Сол кезде 3 секундтан өшіріп тастамасақ, уже қате деп санап қояды. Сразу да? 3-ке дейін санау керек. 1, 2, 1-2 деп санау болмайды. 1, 2, 3 деп. Не болмаса 1201, 1202, 1203 деп тез санау болады. Так, рульда бізде Гаухар. Сәлеметсіз ба? Гаухар. Привет. Қазір мына жерден солға бұрыламыз. Бүгін первый день. Ақырын тормоз басайық. Вот мына жерде абай боламыз. Неге? Өйткені мынау тең дәрежелі жол қиылысы. Равнозначный. Оңға қараймыз, ешкім жоқ болса, рульді бұрамыз. Достаточно көп бұрмай-ақ қояйық. Солға қарай негізі көп бұрылмайды. Ол радиусқа байланысты. 45 градус, 90 градус деген сияқты. Полностью бір рет айланса 180 градус. Қазір алдымызда повороттан тағы оңға бұрыламыз. Осылай жүре берсін ба? Уже осылай ақырын жүре берсін. Енді заранее поворот жағамыз, жоғары қарай қосамыз. И мына жерде қарайық. Қай кезде рульді бұруымыз керек? Жіберек тұрмыз, жіберек. Мына стойкамыз тұр ғой, тұрған стойкамыз. Немесе мына тұрған айнамыз, мына тұрған айнамыз. Мына бұрыш ағаштардың ең шеті тұр ғой. Соған сәл жете бергенде руль бұрамыз. Ал қарайық, мұқият қарайық. Ал жетіп қалды ғой. Енді рульді бұрсақ болады. Полностью бір оборотқа бұрайық. Airbag деген жазу полностью бір рет айлансын. Енді қайтарамыз рульді. Бұл енді былай айтқанда бір нюанстар да. Ол нюанстарды егер біз дұрыс дейтін болсақ, ол қалыптасып кетеді солай, дос болады. Кей адамдар басында дұрыс жүрмегеннен кейін солай жүре береді да. Өзінің қателерін байқамайды. Мына жерін байқайық та. Мелкий, өте мелкий. Кішкене тормоз басам. Бұл енді жилой не ғой, массив болғаннан кейін бұл жерде. Жүреді осындай кішкентай балалар. Қазір алдымызда көріп тұрмыз, поворот, сол жерден солға бұрылайық. Әр қашанда біз оң жақпен жүрейік, жолдың оң жағымен. Екі жаққа қараймыз. Дәл осы поворотта осыдан бір авария болған, дәл осы жерде. Өйткені өтіп баратқан адам тура кетіп баратқан, екіншісі де тура кетіп баратқан ғой. Егер бұлай қарайтын болсақ, қазір жолымызды қарақшы. Алдымызда тұрған повороттар бізге көрінбейді. Кажется, что прямой жол ғана сияқты, на самом деле арасында кесіп қалады. Сол адам ойланбайды да жүре береді. Екі адамды сөйтіп келетқан ғой, соғып қалған жаңа жерде. Так, енді алдымызда, мысалы үшін қазір кішкентай болса закругление бар, бұл закруглениені бұл жерде біз не жақпаймыз ба? Поворот жақпаймыз, дұрыс. Бірақ бұл ограниченный видимость. То есть көрініс шектеулі да. Сондықтан абай жүрміз. Аяғымыз тормозда тұрады просто. Өйткені жерде кішкентай бала велосипедпен, самокатпен шыға келуі мүмкін ғой, қарама-қарсы. Бала болғаннан кейін бала болды, жүре береді ғой, любой жақпен. Сондықтан абай болайық деген сөз ғой. Так, қазір алдымызда бір поворот болады, сол жерден оңға бұрыламыз. Негізі біздікі главный деп тұр, бірақ сенуге болмайды. Жүргізушілерге сенуге болмайды. Поворот жағайық. Мысалы үшін мынау бізге қарап келатыр, дұрыс деп келатыр. Өйткені оны второстепенный, но бірақ все же байқайық. Так, көрдік па? Мынау мысалы үшін бізге жол берген жоқ. Жол берген жоқ, көрдік па? Одан уступи деген дорогты көрдіңіз, знак тұр. Бірақ рульді бірақ, әнеки, оларда уступи деген знак тұр ән жерде. Енді ол жігіт правиланы білмейді да, скорее всего. Ал рульді орнына қайтарақ, и кеттік газ. Чуть-чуть газ. Басамыз. И кеттік. Осы көше Бекет ата деген көше осы. Қазір осы жерде көрсетем, центр бар. Пользуясь случаем дейді ғой. Реклама жасап жіберейін деймін ғой. Жарынан. Осы районда тұратын азаматтарға, алтын сырға дейміз ғой, осы жерде біз бір оқу точкамыз бар, тура жүре береміз. Мынаның бәрі бізге главный. Алдымызда қазір не бар? Секіретін жер бар, ақыры. Вот, көрдік па?
неровность деген бар. Енді чуть-чуть газ басамыз. Енді алдымызда айттым ғой, мысалы көрінбейді, ол жол қиылысы. Бұл жерде знак тұр. Знактың аты не деп аталады екен? Уступи дорогу. Значит, біз деген көлденең көшеге жол береді екенбіз. Тормозға басамыз. Екі жаққа қараймыз. Бір жаққа қараймыз, екінші жаққа қараймыз. Ешкім жоқ болса кеттік. Ана ақ машина тұрған жерде, сол жерде бір учебный центр бар, көрініп тұр ғой бір. Екі этажды кішкентай здание тұр. Сол жерде репетиторский центр бар. Әр сабақтардан мұғалімдер береді. И дәл осының ішінде біз менде келісіп қойған автошкола біздің тағы бір точкамыз. Оңға қарай. Оңға кетеміз осы жерден. Тормозға басам. Мысалы оң жақ жақсы көрінеді. Өйткені көрініс жақсы, вот мына жақ көрінбейді. Қараймыз. Жоқ қой, жоқ болса рөлді бұра берейік. Полностью бір оборот қой. Қазір көп бұр қойдық. Кішкене газ. Кішкене газ. Рөлді қайтарайық. Все, газ енді. Бірақ оң жақпен жүрейік. Кішкене қаттырақ басайық. Мына жерде мысалы үшін тоже шектеулі көрініс, правильно? Көрдік қой, машина шыға келді. Сондықтан кейбіреулердің қатесі осында жерде ортамен жүре береді да. Мән бермейді да, просто машина шығып қалады ау деп. В любом случае өз линияңмен жүрген. Өз бағытымызбен өзіміздің. Анау машина тұрған жерде не бар? Бұрылыс бар. Сол жерден оңға бұрылып кетеміз. Толық тротуармен жүрмейді, интересно, біз оңға поворот жағайық. Ерте бұрып қойып отырмыз, от поворот. Кішкене газ, чуть-чуть газ. Тоқтап қалмасын машина. Осылай қарай бұра береміз. Кішкене газ. Енді қаттырақ баса берсек болады. Еттен жоғары жүреміз. Дұрыс айтасың. Пойдем ғой өйткені. Қазақстанның басқа өңірінде тұратындарға жалынды сәлем дейміз. Мына Алматының тауларын қарашы қандай да. Әдемі да. Ол енді камерадан көзбен жеткізе алмайсыз, түсіп жүре береміз. Мына жер біздікі главный, бірақ осы 3 күн бұрын осы жерде авария болған, жүре береміз. Кеттік. Авария болатын себебі мына көше, ол да главный, бірақ осы жерге келгенде бұл второстепенный болып қалады. Кішкене қаттырақ басайық. Получается, знакқа қарамай ма адамдар? Өйткені ана сайынадан келетқан машина қатты келіп қалған сияқты. Бір Камри, семей сияқты Камри. Ана жерден келетқан такси, ни за что қашам деп, кішкене өзі қорқақтап қалдым екен таксист. Стенаға соққан машинасы и скорый тұрды осы жерде. Біз кішкене ақырындайық, өтіп кетсін, потому что ертерек келіп қалды. Негізі ол бізге жол беру керек, жүре береміз. Солай ғой, Они үшін ол бізге жол береді. Өйткені оның алдында кедергі ол, біздің алдымызда. У него, да? Вот енді біздің алдымызда кедергі мысалы үшін. Біз жол береміз керек. Ана машина тоқтап жатыр ма? Кажется. Жоқ, жүріп жатыр, бірақ... Медленно, да? Пропустим? Фары тетіп қалақшы, арғар өзімізге қарай тартып қалайық ананы, рычагты өзімізге қарай тартып қалсақ. Асықпайды ғой, асықпайды. Он даже не включил. Ол деген, былай айтқанда, адамдардың кішкене мәдениетсіздігі, енді ренжімесін ол жүргіз. Адамдар, мысалы біз оны күтіп тұрғанымызды ол деген мысалсын должен сообразить, да? Айтқанда. Должен сообразить, біз ол не үшін тоқтап тұрмыз? Мне кажется, он не сообразил об этом. Ол ой басқа нәрседе бірдекен іздеп жүрді. Сондықтан бұл жол ағайын, бұл деген жол ғой, жол деген ол қоғамдық орын. Солай ғой, қоғам бұл бәрімізге жеке адамның жолы емес. Сондықтан кішкене мәдениет болу керек, Қазір қалай? Мына адам кетіп баратқан. Бұл негізі опасный поворот деген знак тұр ғой. Бұл тура жол деп саналады. Бұл жерде поворот жағудың керегі жоқ. Жүреміз, тоқтамаймыз. Жүре береміз. Тек, көрдік па? Мына жігіт көрдік па? Қолын салып жатқан, встречный полосаға шығып кетті, көрдік па? Мен дәл қазір соны айтайын деп жатқан ғой. Байқау керек, мына жерде жүре береді біздің. Ренжімесін біздің қазақеңдер жүре береді. Праваны сатып аламыз да, ренжімесін осылар. Права сатып алады да осылай жүреді. Соны ертең айтады, анау болып қалды, мынау болып қалды, соғып қалып ем, байқамай қалып едім дейді ғой.
иә, неге байқамай қалады. Оңға поворот жағамыз еще. Есімізде болсын, кім деген болсын, егер апатқа түссеңіз, сіз кінәлісіз ба, кінәлі емессіз ба? Мысалы үшін сіздің жолыңыз басты жол ма, соғылып қалсаңыз, өзіңіз кінәлісіз. Жаңа жерде мысалы біз тупо, қатты келе жатсақ, жаңағы көлікпен соғылатын еді міндетті түрде. В лоб, тұмсық соғылатын еді. Бірақ біз ақырындап қалғанның арқасында біз тоқтап үлгеріп қалдық. Солға поворот, ақырын. Мынау бізге жол беріп тұр, өйткені ода помеха, справа, ақырын жай. Оң жаққа қараймыз, машина бар ма? Жоқ, енді солға бұрыла береміз. Кішкене ғана бұрамыз, көп бұрмай ақ. Егер біз көп бұрсақ, қарама-қарсы бағытқа шығып кетеміз. Солай ғой, иә? А вот солға бұрылатын кезде қанша градусқа? 180-ге ма? Ол мына үлкен жолдарда, светофор бар жолдарда, көбінесе мына астында тұрған бар ғой, airbag деген. Сол деген жарты. Оңға поворот, оңға қарай поворот. Көп бұрмаймыз, байқай. Мына жердің бәрі ограниченный видимость. Машиналардың ар жағы көрінбейді. Жолдың радиусына байланысты. Кейде біз деген мына тұрғанымыз airbag дегеніміз, мына жерге дейін ғана келеді. Значит, 45 градус. А кейде үстіне дейін келеді. Ол 90 градус. Ол көбінесе солға поворот солай. Ал оңға бұрылғанда оңға поворот, солға поворот, ақырын тормоз солға. Тормоз басайық. Қатты жүрмейік, өйткені біреу шыға келсе, жаңағы сияқты. Қолын шығарып алып келетқан. Бір қолын ұстап келетқан жігіт. Шыға келсе болды. 90-ға. Мына жерде қазір мына жерден чуть-чуть 90-нан асты ғой, өйткені бұл енді аула ғой, жолдар тар. Үлкен светофор бар көшелерде көбінесе 90 градус ары кетсе, одан ақырын тормоз басамыз. Ограниченный видимость. Гарантия жоқ дедім ғой, машина шыға келу мүмкін. Ешқандай кепілдік беруге ақырын сонша руль болғанымыз не? Неге сонша көп руль боламыз? Бұл руль деген чувствительный, кішкене бұрса дөңгелек уже бұрылады. А бізден құлаштап тұрып бұрылдық, бордюрге соғып қаламыз ғой. Осы жерден оңға бұрыламыз. Біздегі главный бірақ сенім жоқ, жаңа айтқанымыз, өзі көзіміз жеткен жаңа. Сондықтан ақырындап кеп қараймыз, мына жаққа бір қарайық. Ешкім жоқ, жібереміз тормозды. Полностью бір оборот бұрайық рульді. Полностью бір оборот бұрдық қой. Енді орнына қайта олып келеміз. И чуть-чуть газ етті. Енді құрметті ағайын, осымен мен видеоны тоқтатайын. Кішкене болса да видео жаздық. Бұл енді сабақ болсын деген ғой, осындай сабақта көре отыра, адамдар кішкене осындай қателерді көріп отырады. Сколько людей не пропустили, заехали, да? Опасно было. Лайктарыңызды басыңыз, дизлайк жасаңыздар, бәрін жасаңыздар. Құптаңыздар. Кейбіреулер деген саусағын жоғары қояды, көпшілігі төмен қоятындар да бар. Ол да жақсы. Оның бәрі внимание деген сөз да. Ақырын біздің жігіт қате жасады ғой, сондай жігіттер көбінесе не алады да, осылай қатты айтсаң ренжіп жатады. Мен айтамын, енді ренжіген адамның өзінің шаруасы ғой енді. Бірақ ертең апатқа түскен кезде есіне түседі, маған бір адам соны айтқан, сіз дұрыс айтқан екенсіз деп, басында сондай ұнаған жоқ дейді, сіз резко сөйледіңіз ғой деп. Артынан кейін өзі апатқа түсіп қалыпты, жаңа жігіт бар ғой. Соны жаңа жазып жіберіпті, коммент жақсылап жазып жіберіпті. Айтады, сіздің айтқаныңыз бәрі дұрыс, осы үйрену керек екен дейді. Право алудың керегі жоқ екен дейді, сатып алудың. Мен айтам, дұрыс, сатып алудың керегі не? Өзіңді білесің, да? Знаки знаешь, права знаешь. Как с гаишниками. Жалпы өзің бәрі плюс қой, қалай айтсаң да өзіңе плюсіне. Көрдің ба, бала шыға келді, көрдік па? Ол деген қарама-қарсы бағыттан шыға келді. Оңға поворот жағамыз. Екі жаққа қараймыз. Автомашина едет. Бір оборот, басқа көп бұрып жіберсек, кішкене газ. Бас газ. А енді құрметті көрермен, осымен действительно тоқтатайық видеоны. Кішкене қатты газ басайық, айтпаса маған кішкене телефон кедергі жасап жатыр.
Ал қосса болып тұрыңыздар, жазылыңыздар, каналда құптап қойыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.